Сүйкімді Ботагөз. Ботагөз әрқашан сабаққа ерекше дайындықпен келеді. Өзі үнемі терең ой құшағында жүреді. Ұстазының әрбір сөзін байыппен, ерекше ынтамен тыңдап, іштей қайталап отырады. Бүгін мұғалім ерекше тапсырма берді. Оқушыларға алтын балық ертегісін оқып беріп, егер сендер алтын балықты ұстап алсаңдар, қандай тілек тілер едіңдер? Ойларыңды, армандарыңды қағазға жазыңдар деді. Бүлдіршіндер өз арман тілектерін қуана күбірлесіп жаза бастады. Аздаған үзілістен соң оқушылар жазба жұмыстарын оқып берді. Ержасын маған машина керек десе, Жансұлу әдемі қуыршақ сұраймын деді. Жансая үлкен үй сыйласын, мен әкеммен және анаммен сол үйді бақытты өмір сүргім келеді деді. Барлық оқушылар өз ойларын жарыса оқып беріп жатты. Тек қана Ботагөз үндемей отырды. Мұны байқаған мұғалім: Ботагөз, сен алтын балықтан қандай тілек тіледің деп сұрады. Азырақ үнсіздіктен кейін Ботагөз өз жазғанын оқып берді. Егер де мен алтын балықты ұстап алсам, ең бірінші анама денсаулық сұрар едім. Анам ауырып қалса, мен қатты уайымдаймын. Содан кейін әкеме, сүйікті тәтеме де, егер де ата-анам қасымда аман сау болса, қалғанының бәрі болады деді. Мұғалім сүйкімді Ботагөзге үлкен сүйіспеншілікпен таңырқай қарады. Сыныптастары да үлкен ойға батып кетті.